Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Дарын республикалық ғылыми-практикалық орталығы оқушыларды әлеуметтік жауапкершілікке тәрбиелеу және экологиялық сауаттылығын арттыру, экологиялық мәдениетін қалыптастыру, табиғатты қорғау қызметіне бейімдеу. Түркістан облысы, Арыс қаласы, Мұхтар Әуезов мектеп гимназиясының 7-ші Б сыныбы оқушылары. Естай Аяулым мен Мүслім Аянаттың 3-ші бағыттағы экологияның ең үздік қатысушылары ретінде өз жобамызды таныстырамыз. Біздің осы Арыс қаласының макетін жасағандағы басты идеямыз бұл 3-ші бағытта ең үздік экологиялық бастама жобасына сай отырып, осы Арыстың болашақ күйін бейнелеу еді. Мысалы, біздің болашақ Арыстағы ең керемет нәрселердің бірі ол жел энергетикасы. Жел энергетикасының басты артықшылықтарының бірі ол шығынның өте аз мөлшерде болуы. Яғни жел дегеніміз ол таусылмайтын және сарқылмайтын энергетиканың бірден-бір тұрақты көзі. Осы біз жел энергетикасын Арысқа қоятын болса, Арыс қаласына қояр болсақ, онда біздегі экологияға кететін шығынның мөлшері біршама азайып, біздің ауамыз да біршама жақсарып қалар еді. Ал су диірменіне келетін болсақ, су диірмені өзінің айналасындағы суларды мөлдір және де таза суға айналдырады. Және де осы су диірменінің арқасында біз энергия көзін ала аламыз, ал энергия көзі біршама қолжетімді және де арзанырақ түседі. Және де мен мына тұрған құрылыс жайлы айтып кететін болсам, бұл біздің жылыжай. Жылыжайдың басты көзі, яғни басты нәрсесі ол лимон. Жалпы радиация көптеген аулаларға тарап кеткен. Әсіресе Арыс қаласында. Егерде біз осы жылыжайға лимонды өсіріп бастайтын болсақ, онда ол радиацияның бірден-бір емі болып табылады. Және де біздің жерден шығып жатқан тегін және ыстық су көзін біз осы жылыжайға қолданыр болсақ, ол біздің пайдамызға тиер еді. Осы өскен лимондардың барлығын алып, оның ағзасында лимон бар азық-түлікпен тұтынған адамның ағзасындағы радиация азайып, адамның денсаулығы да жақсара бастайды. Және де егер біз өзіміздің Арыс қаламызға осындай керемет жылыжайды орнатар болсақ, біздің экологиямыз да жақсарып, Арыс қаласы одан сайын көркейе түсер еді. Ал бұл керемет өсімдік не деп ойласаңыздар, бұл бамбук өсімдігі. Бамбук өсімдігі жарық сүйгіш өсімдіктер қатарына жатады. Сондықтан да бұл өсімдікті терезенің алдына, яғни жарық жерге орналастырған өте тиімді тәсіл. Бамбук өсімдігінің отаны Қытай мемлекеті. Және де Ресей және де тағы да басқа ТМД елдерінде көптеп өседі. Алдарымызда тұрған жасыл құрылыс бұл ірімшік және де сүт шығаратын цех, яғни биозауыт. Биоөнім шығаратын зауыттың тағы бірде керемет бір пайдасы, біз бұл зауыттың арқасынан құрамында ешқандай ГМО немесе адамның ағзасына бір аурулар алып келетін заттар мүлдем қосылмайды. Және де міндетті түрде бұл биозауыттан шығатын өнімдердің барлығы табиғатқа ешқандай зиян тигізбеуге міндетті. Және де біз егер де Арыс қаласына осы биоөнім цехын қоятын болсақ, онда біздің адамдардың да денсаулығы күрт өзгеріп, яғни жақсара бастайды. Және де бұл биоөнімнен шығатын қалдықтардың да орны өте аз болады. Сондықтан да біз өзіміздің жоспарымыз бойынша биоөнімнің жанына міндетті түрде осы қоқыс өңдейтін зауытты қоюымыз керек. Еліміздің әкімшілік министрлігі жариялаған 2030 жылғы жаңа Қазақстан жобасындағы біздің ерекше нәрсеміз ол осы Астана қаласының жан-жағына осы шырша ағаштарын өсіру еді. Қазіргі таңда біздің Астана қаласының жан-жағының бәрі шыршаға толы. Біз сол себептен де Арыс қаласында шыршаға толтыруды жөн көрдік. Шыршаның пайдаларын айтып кетер болсам, шырша ағашының егерде қылқанда жасыл түс беріп тұратын болса, біз ол жасыл түспен тісімізде жуа аламыз. Ал шыршаның кез келген жапырағы да адамға ем. Және де адам терісіндегі кез келген жараны оңай түрде жаза алады. Жалпы еліміздің министрі айтпақшы, осы шыршаның ағаштарының арқасынан біз роял не болмаса скрипка секілді өте керемет аспаптарды ала аламыз. Шырша тек
шырша тек өндіріске ғана емес, осы ауаның тазаруына және экологияның жақсаруына да бірден бір пайдасын тигізеді. Ғалымдарымыздың зерттеуі бойынша Қазақстандағы қоқыстың 60-65% далаға кетіп жатыр. Яғни бұл дегеніміз, бұл қоқыстан шыққан қалдықтың барлығы біздің ауаға өте үлкен зиян тигізіп жатыр. Сол себептен біз Арыс қаласына осындай қоқыс өңдейтін зауытты орнатуды жөн көрдік. Бұл зауыттың артықшылықтарының бірі қоқыстардың барлығы далаға кетпейтін болады. Және де бұл қалып кеткен керексіз қалдықтарды біз өз пайдамызға жарата аламыз. Мысалы, Қытай елін алатын болсақ, Қытайда барлық қоқысты өңдеп, одан жаңа зат шығарып, осылай айналым жүріп жатады. Ал біздің Арыс қаласында қоқыс үйіліп жатады. Осының барлығын алып осы зауытқа салатын болсақ, онда біздің қоқыс та азайып, экологиядағы ауамыз да жақсарады. Және де қоқыстан бөлек Арыс қаласының адамдары осы велосипед тебуді әдетке айналдырғанын жөн деп санаймын. Біздің әкімшілігіміздің жариялауымен осы велосипед апталығы, не болмаса велосипед айлығы атты жобаны ұйымдастыратын болсақ, онда біздің адамдардың өзінің денсаулығы да жақсарып, осы ауада тазарады. Яғни біз осындай ауыр немесе жеңіл көліктерден құтылып, бір уақыт велосипед теуіп, өзіміздің табиғатымызбен таныстыра аламыз. Ал бұл бізде күн энергетикасы. Күн энергетикасы зор, сарқылмайтын және де таза ресурс. Күн энергетикасының алдында бізде электр тоғын пайдаланған болатынбыз. Электр тоғының арқасында біз қымбат, яғни көп ақша кетіп қалатын болды. Ал күн энергетикасы қолжетімді, яғни арзан бағада. Күн энергетикасының арқасында жаһандық ластанудың болмауынан, адамзаттың денсаулығы нашарлануының болмауына септігін тигізетін маңызды фактор. Біздің Арыс қаламызда жаңа жолдың жаңармағанына өте ұзақ уақыт болды. Біз осылай көпір қойып, және де жолды жаңартып отыратын болсақ, онда біздің Арыс қаламыз одан сайын көркейе түседі. Және де менің ойымша, Арыс қаласындағы көліктер санын азайтуды тиімді көремін. Себебі көлік ол ауаны ластайды және одан қалатын қалдықтар, яғни мұнайлар жерлерге ағып қалып жатады. Мұның барлығы қаланың көркемдеуіне үлкен бір зиянын тигізеді. Және де мен Арыс қаласын жарықтандыру керек деп ойлаймын. Себебі Арыс қаласының түнгі көрінісі өте әдемі көрінетін болса, біздің қаламызға келетін қонақтардың саны да біршама артып, біздің Арыстың халқының саны да көбейіп кетуші еді. Кез келген қала өзінің түнгі көрінісімен де ерекшеленеді деп ойлаймын. Сондықтан да біз Арыс қаласына дизайны, яғни моделі ерекше осы жарықтарды қойсақ деген ұсынысым бар. Қазақстан Орта Азия қақпасы. Арыс қаласы 9 жолдың торабы демекші, біз өз қаламыздан шыққан, яғни биоөнім зауытынан шыққан, немесе жылыжайдан шыққан өнімдерді осы теміржол тасымалы арқылы нарыққа шығара аламыз. Біздің осы макеттегі керемет ұсыныстарымыз болашақта болады деген сенімдеміз. Арыс қаласы көркейе берсін. Қорытындай келетін болсақ, біздің осы макет жасауға кеткен қаншама уақытымыз және де теріміз иеленеді деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.